Халқымызда мынандай сөз бар. Қызымның өзі үйде, қылығы түзде дейді. Кез келген бала ата-анасының алдында мүлдем басқа. Оның айтқанын тыңдайтын бала болуы мүмкін, яғни ақылды бала. Ал енді сыртқа шыққан соң ақымақ болып кетеді демейміз. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін бала қоғамдық орындарда, я болмаса достарының арасында оның мінезі де, оның бәрі өзгереді. Мысалға қарасаң, бір кішкентай бұзауды бір күн, екі күн байлап қойып, оны жібере салатын болса не істейді? Ол ойнақтап кетеді. Кез келген күшікті де 5-6 күн байлап қойып, оны жіберетін болса не істейді? Ойнақтап алып кетеді. Тура сол бала да сол сияқты. Ата-анасының алдында ол жуас болуы мүмкін, ал бірақ көпшілік ортаға шыққан кезде ол ойнақтаған құлын сияқты біреуді қағып кетеді, я болмаса біреуді итеріп жіберуі мүмкін, я біреуді мазақтай салуы мүмкін. Ол оның артында бір қандай өзіне кесір әкелетіндей бір заң бар, не болмаса оның артында қауіп бар деп ойлай бермейді. Бұл жерде бала кімнің жауапкершілігінде? Ата-ананың жауапкершілігінде. Сондықтан да ата-ана бірінші баланы қорғау алдында мына нәрсені білу керек. Мысалға деп айтайын. Кез келген ата-ана бірінші баласын, менің балам ондай емес, менің балам жуас, ол мүмкін емес, менің балам ақылды деген кез келген ата-ана айтады. Кім айтады менің балам ақымақ, менің балам деген ол басбұзар деп ешкім айтпайды. Ал бірақ ата-ана баланы қорғайтын кезде бұның ертеңгі күніне қалай әсер етеді соны білу керек. Яғни қорғап алатын шығар сол жерде. Бірақ бір рет қорғалған бала не істейді? Ол жаңағыдай жаза көрмеген бір дана халқымызда айтады ғой, итіне кет демеген тентегіне тек демегеннен без дейді. Яғни тек деген бір ауыз сөзді ата-анасынан естімегеннен кейін ол ертең анау қаншама адамдарды, жастарды көріп жатырмыз, темір тордың ар жағына тоғытылып жатқан. Ол жерде ата-ана не істеу керек? Яғни көпшіліктің ортасында басынан ұрып, оны жаңағындай кешірім сұратып, кінәсін мойындату емес мақсат. Бірақ жеке қалған кезде балаға түсіндіру. Балам, дана халқымызда сөз бар. Қата тимесе бата тиеді. Сенің итеріп қалғаныңнан оның басы жарылып, ертең бір зиянға ұшырайтын болса, ол бірінші бізге тиеді балам. Екінші обал болады деген нәрсен, ұят болады деген дүниелерді ата-ана балаға былай шыққан кезде бойына сіңіріп тастау керек. Қазір көп ата-ана мына нәрсені де білмейді. Мысалға, буллинг, кибербуллинг деген, ата-ана естіді оны. Бірақ оны түсініп жатқан жоқ. Өйткені жаңадан кіргеннен кейін ол сөз біздің қазақта күнделікті қолданыста болмағаннан кейін оны мән беріп жатқан жоқ. Мысалға бізге экстремизм, терроризм деген сөз тіркесі бар ғой. Бірақ кейбір адамдардан сұрасаң, оны нақ мағынасын ашып айта бермейді. Тура сол сияқты мына буллинг, кибербуллингті де түсініп жатқан жоқ кейбір ата-аналар. Бұл не? Ең бірінші балалардың бірін-бірі келекке қалып мазақтауы. Көрдіңіз бе? Я болмаса бірін-бірі әлеуметтік желі арқылы жаңағыдай түсіріп алып, я болмаса мазақ қылып басқа біреулерге таратуы, күш қолдана отырып, ол адамнан жаңағыдай ақша сұрау, бопсалау деген нәрселер. Көрдіңіз бе? Буллинг, кибербуллинг деген. Бұның артында үлкен жаза бар. Яғни бұған арнайы заң. Ата-анасына салынатын айыппұл бар. Тіпті оған көнбейтін болса, онда бас бостандығынан айыру дегенде жаза бар. Өйткені жаза бәрімізге ортақ. Сен жазсың, сен кәрісің демейді ғой. Бәрімізге ортақ. Сондықтан да әрбір ата-ана баласын қорғайтын кезде ертең оның өміріне зиян әкелмейін ба? Және ол жаңағыдай біреуге қолы тиген болса, күш көрсеткен болса, оның өмір ертең қандай болады? Біз екі жаққа да тең қараған дұрыс болады. Әрбір ата-ана жауапкершіліктеріңіздегі балаларымызға өміріне немқұрайды қарамайық дегім келеді.